деп көрейік. Панкреатит кезінде дәрігер науқасқа нөмірі 5-ші үстел диетасын тағайындайды. Оның басты ережесі тамақтың бәрі буға, суға піскен болуы керек. Ал асқазан ауруы кезінде қандай тағамдар тұтынған дұрыс? Панкреатитпен ауыратын науқастардың ас мәзірінде ең біріншіден майсыз ет болу керек. Сонымен қатар түрлі дәнді дақылдар болу керек, және сұлы, қарақұмық, күріш, тағы басқалары, және айран, сүтті өнімдерден, көкөністер, картоп, қызылша, сәбіз, және де егер осы жеміс-жидектер қосылатын болса, оның барлығы піскен түрінде болу керек, және де оның қант мөлшері өте көп болмау керек. Және де түрлі қатты бидай түрінен жасалған макарондар, бұның барлығы да осы менюға қосылса, бұл жақсы әсерін тигізеді. Сонымен қатар ең біріншіден ас мәзірін дайындаған кезде сіздер оның мөлшеріне қарауыңыз керек. Аз мөлшерде жиі жеу керек, яғни 6 рет күніне тағам жесеңіз, бұл жақсы әсерін тигізеді. Сонымен қатар тағамның температуралық көрсеткішінде қарау керек, яғни ол қатты ыстық, қатты салқын тамақ болмау керек, яғни ол жылы күйінде қабылдау қажет. Және де менюдің құрамы көбінесе белоктан, және де майдың үлесі өте аз болу керек. Панкреатитке шалдыққан науқастар сұлы, қарақұмық және жүгері ботқасын жегені дұрыс. Себебі дәнді дақылдардан жасалған өнімдер ұйқы безінің жұмысын қалпына келтіреді.